Ауданға қарасты Қайнар ауылындағы республикалық маңызы бар автомобиль жолына күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. 4 жылдан бері көлік қозғалысына қолайсыздық тудырған учаскені қалпына келтіру қазір қарқынды қолға алынған. Кезең-кезеңімен жүзеге асып жатқан жұмысты аймақтағы арна тілшісі көріп қайтты. Жол жөндеу көктемде басталған. Қазіргі таңда мұнда арнайы техникалар үздіксіз жұмыс істеп, ескі асфальт қабаты толықтай жаңартылып жатыр. Сонымен қатар жол негізі нығайтылып, жаңа жабын төсеуге дайындық жүргізілген. Жалпы құрылыс алаңында 10 шақты техника мен 15 маман еңбек етеді. Жауаптылардың айтуынша жөндеу жұмыстар бекітілген кестеге сай екен. Егер ауа райы қолайлы болса, ауыл ішіндегі негізгі жұмыстар жақын арада аяқталып, кейін жолдың келесі бөліктеріне көшу жоспарланған. Ал нысанды толықтай пайдалануға беру жыл соңына дейін жүзеге асады. Бұл республикалық маңызы бар Қордай-Шу автожолының Қайнар ауылы арқылы өтетін бөлігі. Жалпы ұзындығы 56 шақырымды құрайтын тас жолдың ауыл ішіндегі 3 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл бағыт Қордай мен Шу арасындағы қатынасты қамтамасыз ететін маңызды көлік дәліздерінің бірі. Сондықтан мұндағы жолдың сапасы жергілікті тұрғындар үшін ғана емес, өңір арқылы қатынайтын жүргізушілер үшін де ерекше маңызға ие. Бұған дейін жолдың тозуы салдарынан көлік қозғалысы қиындап, әсіресе жауын шашынды күндері жүру қолайсыз болған. Ал жүргізіліп жатқан күрделі жөндеу жұмыстары осы мәселені толық шешуге мүмкіндік береді деп күтіліп отыр. Көктемде басталды осы. Бұл жол басталғанына уже 4-ші жыл болды. 4-ші жыл болды. Енді нақты қызу кірісіп жатқаны тек осы биылғы жыл болып жатыр ғой. Осы бір айдың ішінде ауылдың ішінен жаңағы 3 километрді бітіп, ары қарай Шуға қарай шығатын болады. Жөндеу аяқталғаннан кейін Қайнар ауылы арқылы өтетін жолдың өткізу қабілеті артып, қозғалыс қауіпсіздігі де күшейеді. Сапалы трасса жолаушылар мен жүк көліктерінің қатынасын жеңілдетіп, уақытты үнемдеуге мүмкіндік бермек. Айгерім Қожабайқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.